Ана алдында құрмет, ата алдында қызмет. Ертеде бір хан болыпты. Оның қаталдығы соншалық, пайғамбар жасынан асқан қарияларды өлтіріңдер деп бұйрық береді. Бұйрыққа бағынбағандардың өздері де өлтірілсін дейді. Мұны естіген халық қатты шошынады, бірақ амалсыздан ханның жарлығын орындайды. Тек бір бала әкесін қимай сандыққа салып тығып қойыпты. Күндердің күнінде бір айдаһар пайда болып, елді шетінен қыра бастайды. Ханның есі шығып, айдаһардан құтылудың жолын таппай дал болады. Небір батырлар, қолбасшылар айдаһарға қарсы еш тәсіл қолдана алмай шарасыз қалады. Сонда әлгі бала сандықтағы әкесінен ақыл сұрайды. Әкесі айдаһарды өлтірудің жолын түсіндіреді. Бала қолына алмас қылышын көлденең ұстап, айдаһарға қарсы тұрады. Алып жылан оны жұтпақ болып екпіндеп сұра бастайды. Сонда айдаһардың езуін кескен қылыш оның құйрығының ұшынан бір-ақ шығады. Хан баладан бұл батырлығының жөнін сұрайды. Бала: «Уа тақсыр, менің пайғамбар жасынан асқан әкем бар, содан ақыл сұрадым» дейді. Хан өзінің берген жарлығына өкініп, қариялардың қажет екенін сонда сезген екен.